Қыс мезгілінде көпшілігіміздің үйінен табылатын асқабақты бәріміз де жақсы көреміз. Себебі асқабақ көп сақтауға ыңғайлы дәнді дақылдардан бірі. Адамға пайдалылығы жағынан бұл басқаша өнім. Өзге жеміс-жидектер мен көкөністерге қарағанда дәрумендерге өте бай. Асқабақтың құрамында темір өте көп. Сонымен қатар калий, кальций, магний, қант, ақуыздар да жеткілікті. Және В, С, Д, Е мен сирек кездесетін Т дәрумені де бар. Қанның ұюына ықпал ететін К дәрумені де кездеседі. Дәрігер қауымның айтуынша құрамындағы А дәрумені жараны жазуға, күйік шалған жерді кетіруге көмектеседі. Ол үшін асқабақты үккіштен өткізіп, зақымданған жерге 2-3 сағат компресс жасап, түнгі уақытта байлап қою керек. Асқабақтың құрамындағы Е дәрумені ерте қартаюдың алдын алады. Ол бетке әжім түсірмей, бетке шығатын дақтардың алдын алады. Сонымен қатар Е дәрумені бел мен иықтың ауруын жеңілдетеді және салқын тиюден сақтап иммунитетті көтереді. Әр адам ағзасын түрлі бактериялардан қорғайды. Сирек кездесетін Т дәруменінің арқасында асқабақ семіздіктен сақтайды. Сиыр етімен қосып тағам дайындайтын болса, өте керемет болып шығады. Ал асқабақты көп жейтін адамдардың бет-жүзі әрленіп, көңіл күйі көтеріңкі жүреді. Асқабақта кездесетін мада талшықтары іш қатуды болдырмай, қатерлі ісік ауруларына шалдықпауға көмектеседі. Ал С және Б дәрумендері адам денесіне жиналып қалған тұздарды шығарып, қан қысымын реттейтін қасиетке ие. Асқабақтан несеп жүргізетін, ыстық түсіретін қасиеттері де белгілі. Жүрек қан тамыры аурулары, гипертония, зат алмасу қиындықтары бар науқастарға диеталық тағам ретінде ұсынылған. Асқабақ дәнін балмен араластырып жеп, ішек құрттарын түсіру үшін пайдаланады. Бүйрек ауырған кезде күніне 1 стакан асқабақтың суын ішу керек. Ал асқабақтың дәндерінің құрамында да ақуыздар, омега-3, омега-6, қанықтырылмаған май қышқылдары, селен, магний, мырш секілді көптеген витаминдерге бай. Сонымен қатар асқабақ несеп жыныс жүйесінің көптеген ауруларын емдеуге көмегі зор. Паразиттерден құтқаратын да асқабақ. Ас қорыту үдерістерін тездетіп, уыттардан тазартады. Денсаулыққа пайдалы табиғи өсімдік майларының бірі асқабақ майы. Асқабақтың пайдасы. Асқабақ шырынын балға қосып, жатар алдында ішсе, жүйке жүйесін тыныштандырып, жақсы ұйықтайтын боласыз. Жүкті әйелдердің жүрегінің айнығанын асқабақ шырыны басады. Ағза жүдегенде, әлсіздік кезде асқабақты сүтпен дайындап, қаймақ, май, жаңғақ, бадаммен қосып жейді. Асқабақ ішек жолдары, асқазанның шырышты қабығында дерт болса, асқабақтан езбе дайындап ішіңіз. Бүйрек ауырғанда тәулігіне жарты стакан немесе қайнатылғанын жейді. Терідегі қысшма, есек жем шыққанда үккіштен өткізіп, мәйегін компресс жасайды. Сары ауру кезінде 4 ай қатарынан үзбей мәйегін жеу керек. Бауырдың қызметін жақсартады. Простатит кезінде жарты килограмм тазаланған асқабақ дәнін шекедей ет тартқыштан өткізіп, 1 стакан балмен араластырып жеу керек. 10 шақтысын банкыға салып, қалғанын тоңазытқышта сақтайды. Күніне 1 рет аш қаранға 30 минут бұрын жейді. Емді жылына 1 рет жасау керек. Мөлшерден тыс қолдану жүректің жұмысын нашарлатып жібереді. Ішектегі бүкіл паразиттерден тазартатын осы асқабақтың дәнегі. Егер де сіздерде созылмалы аурулар бар болатын болса, міндетті түрде дәрігердің кеңесінен өтіп барып ем қолданыңыз. Үйде отырып өз алдыңызға ем жасау кейде денсаулыққа өте зиян. Ең бірінші қай жеріңіз ауыратынын
дәрігерден анықтап алғаныңыз дұрыс. Сондықтан достар, абай болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Айтылған мағлұматтарының барлығы сіздерге информация ретінде қабылдаңыздар. Ал 100 жаса каналына тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып, қолдап кетулеріңізді өтінемін. Сау да саламат болыңыздар.